8-9 ғасырларда Сырдария маңайын, Арал жақтарды билеп төстеген Оғыз тайпалар деген кім болады? Оғыз мемлекеті, ол кімнің мемлекеті болған? Бұл жөнінде ақпарат іздейтін болсақ, өкінішке орай қазақ тілінде болсын, орыс тілінде, я басқа тілде болсын, біз жалған ақпараттарды табамыз. Мысалы, мынандай ақпараттарда Оғыздың ешқандай қазақтарға қатысы жоқ деген сияқты. Алайда Оғыз деген сөзді бұл жерлерде көпсі ұмытатыны және назарларына алғылары келмейтін Оғыз деген сөз, ол парсы фонетикадағы сөз болады. Біздің ешқандай парсыларға ренжитіндей қалде емеспіз, себебі әр тілдің, соның ішінде парсы тілдерде өздерінің әр тілдің фонетикасы болады, өздерінің грамматикасы болады деген сияқты. Сондықтан парсылардың тілдері қаз деп атауға тілдері келмеген соң, олар өздерінің тілдеріне ыңғайлатып Оғыз деп атаған бізді. Сонымен ешқандай Кавказ деген таулар жоқ, тау қаз бар, қазағым. Қазақ деген сөзден шыққан. Сонымен қоса ешқандай Каспий деген теңіз жоқ, Қазы-Би теңізі бар. Және Татарстанның астанасы ешқандай кастрюля емес, Қазан. Ол Қазы-хан болады. Сонымен Қазы-Би, Қазқан, Қазшақ, тағы да Қазқаған деген сияқты, ол кім болған? Сондай не деген сондай киелі аты даңқыға малынған кісі болған сол. Оның барлығы ұйғырлардың, жаңағы өзбектердің, қарлұқтардың, яғни дастандарында Оғыз хан аталынып кеткен. Сол біздің Қазы-биіміз, Қазбегіміз, Қазы ханымыз болады, Қазшақымыз болады. Осы қазағым, осыны біліп жүру керек, ешқандай күлкіге қалмасаңдар, өздерінің аттарыңды мазақ етуге жол бермесеңдерші, және өздерің де өз аттарыңда мазақ етпесеңдерші. Оғыз деген қазақ, нағыз Оғыз, ол қазақ болады. Қалғандарының барлығы қаймағы бұзылған Оғыздар. Осы айтатыным, осыны біліп жүрейік қазағым, және әрдемені айтып, жаңағы Оғыз деген қазақ аспаннан салбырап түсті деген сияқты ойды айтуды қою керек қой. Оғыз деген біз боламыз. Аман болайық.